Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында тауық қанаттарына KFC жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіз, дәмі өте керемет шығады. Ал бисмилля, бізге ең бірінші керегі тауық қанаттары. Оны осындай кіші бөліктерге бөліп аламыз. Керек емес, кішкене артық бөлігін кесіп алып тастаймыз. Кесіп дайындап алған тауық қанаттарын осындай үлкенірек ыдысқа салып, үстіне бір жұмыртқаны саламыз. Енді KFC-дің дәмін келтіретін арнайы спецтерді саламыз. Ол үшін бізге тұз, қызыл бұрыш, паприка және чесноктың приправасы керек болады. Мен видеода чесноктың приправасы болмағандықтан өзін салып жатырмын. Бір кесе суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Және де шамамен 3-4 ас қасық көлемінде соевый соусымызды салып, барлығын жақсы араластырып, 2 сағат тоңазытқышқа мариновкаға қойып қоямыз. Ал енді KFC-міздің сыртындағы қытырлап тұратын дәмді бөлігін жасау үшін бізге ең алдымен ұн керек болады. Оның үстіне жаңағы бірінші қосқан спецтерімізді, яғни қызыл бұрыш, паприка, чеснок, тұз барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біздің тауық қанаттарымыз 2 сағат мариновкада тұрып дайын болды. Енді осыны суынан сілкіп алып, жаңағы дайындап алған құрғақ ингредиенттерімізге жақсылап араластырамыз және қайтадан өз суына салып, қайтадан құрғақ ингредиенттерімізге араластырып, қызып тұрған майымызға қуырып алатын боламыз. Бірінші ең алдымен видеодағыдай барлығын осылай 2 реттен дайындап аласыз. Дәл осылай дайындап жатқан кезіңізде отқа майыңызды қойып қойыңыз және қатты қызған болу керек. Қатты қызып тұрған майымызға бауырсақ сияқты екі бетін аударып пісіріп аласыз. Дәмі өте керемет шықты. Ащылығы мен қытырлақтығы KFC-ден айырмашылық болмады. Сіз де өз үйіңізде жасап көруіңізге кеңес беремін. Және де алдағы уақытта дәл осындай рецепттерді жібере алмас үшін каналыма подписация бастырып келіп алуды ұмытпаңыз. Назарыңызға рахмет.